Тақиялы періште болмасам да, еркелеймін шешеме анда-санда. Мен Алланың сағынам пәк дидарын, һәм анамды сағынам әрқашанда. Кеп қалат деп жүрсе де жол күтумен, анам үшін түгім жоқ мен бітірген. Тек Алланың қорқамын қаһарынан, һәм анамды қорқамын ренжітуден. Ғибадатым Раббыма құрметімде, орындаймын парызын сүннетінде, мен Аллаға разымын құл ретінде, һәм анама разымын ұл ретінде. Тек Құраннан ең тура тапсам жолды, деп жаярмын дұғаға шапшаң қолды, серік қоспай Алланы разы қылып, һәм анамның көңіліне жақсам болды. Жылатқандар анасын деушем сорлы, сорлап қалмай жұмаққа енсем болды. Бір Алланың дидарын және сонда, жан анамның жамалын көрсем болды. Көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі. Ал иман келтіріп, игі істер істегендерге келсек, олардың қонақжайы Фирдаус атты жанат бақшалары болады.